Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте тәтті әрі қытырлақ вафляларды өзім қалай жасаймын, сол нұсқаммен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, сонда сіздер менің видеомды жіберіп алмай бірінші болып көріп отырасыздар. Ал кеттік. Бізге керек заттар: сары май, қант, ұн және жұмыртқа. Бөлме температурасында еріп жатқан сары майға қантымызды қосып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Сары майларыңызды бөлме температурасындағы прям еріп жатқан сары май болу керек. Қатты емес. Екеуін араластырып болғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды қосып, миксерлейтін боламыз тағы да. Жақсылап миксерлеңіздер. Бір келкі болсын массамыз. Массамыз бір келкі болған кезінде үстіне ұнымызды екі бөліп салатын боламыз. Міне мен бірінші бөлігін салдым. Оны жақсылап миксермен араластырып аламын және үстіне екінші бөлігін қосамын. Осы біздің дайындап жатқан қамырымыз өте нәзік, сондай сұйықтау болу керек. Сол кезде сіздердің вафляларыңыз идеальный болып, сондай қытырлақ болып шығады. Егер сіздердің қамырларыңыз кішкене қою болып кетсе, онда сіздердің вафляларыңыз қалың и қатты қытырламайды. Енді менде осындай советский вафельница, жан-жағындағы сарыларына көңіл аудармаңыздар, бірақ осы советский вафельницадан артығы жоқ. Өте керемет пісіреді, барлық жерін бірдей қызартады, көрдіңіздер ме? Міне тура осылай мен сияқты ұзынша етіп құйып аласыздар. Егер сіздер жаңағындай орап жасайтын болсаңыздар, егер сіздер домалақ қылдырып орайтын болсаңыздар, онда ортасына ғана дөңгелетіп қана құясыздар. Міне мен осылай орап, ыстық күйінде ораңыздар, міндетті түрде. Суығаннан кейін формасын жасай алмай қаласыздар себебі. Көрдіңіздер ме, қалай күшті әдемі прям қылдырып пісіріп жатыр. Осылай барлық вафляларымызды пісіріп шығамыз. Дайын болған вафляларыңыздың бетін жаппаңыздар, салафановый пакетке салмаңыздар. Сонда вафляларыңыз өзінің қытырлақ күйін сақтап тұрады. Міне біздің қытырлақ әрі тәтті вафляларымыз дайын. Дауысын естіп тұрғандарыңызда қандай прям күшті қытырлақ вафлялар дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Каналыма жазылып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.